Сәлем, құрметті асыл достарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен Лаура Тілегенова. Бүгін біз сіздермен өте оңай, керемет, ең мықты, миға ешқандай да ауырлық апармайтын жеп-жеңіл медитацияны жасайтын боламыз. Ол медитация ойды басқару медитациясы. Біз енді сіздермен өз ойымызды өзіміз басқаратын боламыз. Достар, естеріңізде болсын. Ешқашанда ойларыңыз сізді басқармасын. Оған рұқсат бермеңіз. Керісінше, ойыңызды өзіңіз басқарыңыз. Өзіңіз билеңіз, өзіңіз қожа болыңыз. Себебі сіз мықтысыз. Сіз қайталанбас тұлғасыз. Соны есіңізде сақтаңыз. Достар, медитацияға кіріспес бұрын ыңғайланып отырайық. Жатпайық. Біз кей кездері жатып қоямыз, Осы жолы жатпайық. Отырайық. Иығымызды тық көтерейік. Себебі бұл медитация бар болғаны сізді 15 минут қана уақытыңызды алады. Сондықтан шыдап отырайық. Себебі өзіміз үшін бұл медитация өте құнды. Ыңғайланып алып отырайық. Иығымызды тік көтерейік. Енді көзімізді жұмайық. Медитацияны бастаймыз. Дәл қазір терең тыныс алыңыз. Тынысты мұрынмен жіберіңіз. Дәл осылай 3 рет қайталаңыз. Жарайсыз. Мүмкін сізде дәл қазіргі кезде түрлі ойларды ойлап кетуіңіз ғажап. Мүмкін, бірақ сіз ол ойларды елемеңіз. Оларды қуып шығыңыз, есікті жауып алыңыз өзіңізді ойша. Немесе дәл қазіргі ойларыңыздың бәрін сараптап алып, барлығын бір Аллаға тапсырыңыз. Бәрін бір Аллаға тапсырыңыз. Тапсырдыңыз ба? Онда тапсырып алыңыз. Ойларыңызды бір Аллаға тапсырды деген үміттемін. Ал енді дәл қазір ішкі дүниемізге саяхат жасайық. Ішіміз арқылы барлығын көрейік, сезінейік, рахаттанайық. Ең бірінші басымызға барайық. Басымыздағы миды көрейік. Ми арқылы басымыздағы өтіп, мойынға, мойыннан өтіп, кеудеге, кеуделеріңізден өтіп, ішкі құрылыстарыңызға, ішек асқазан бәрінен өтіп, солардың бәріне сіз сәулеңізді қалдырып, ортаңғы мүшеге бәріне қуқыңызға, аяқтарыңызға, екі жақта қолыңызға бәріне сәулеңізді шашып, өзіңіздің ішкі әлеміңізге 2 минуттай үңіліңізші. Мен айтқандай үңіліңіз, қорықпаңыз. Мен сізге 2 минуттай уақыт бердім. Үңіліңіз.
Достым, үңіле алдыңыз ба? Үңілдіңіз ба? Мен сізге сенімдімін. Өте жақсы үңілді деген үміттемін. Ал егер үңіле алмасаңыз, медитацияны қайтадан бастап шығуыңызды сұрар едім. Рахмет. Енді біз сізбен денеміздің сыртына үңілейік. Көзімізге, қасымызға қарай отырып, біз бойымызға энергия таратайық. Энергияның бәрі сіздің қолыңызда. Сол арқылы біз сізбен энергияның бәрін таратамыз. Барлық мүшемізге жолдаймыз. Басымыздан бастаймыз. Айтқанымдай көзімізге, қасымызға, мұрынға, ауызға, мойын, кеуде, иықтарыңызға, сыртқы терілеріңізге, екі қолыңызға, саусақтарыңызға, асқазаныңызда, қуық жағыңыздан аяғыңыз бен башпайларыңызға таратыңыз. Енді төменнен жоғарғы қарай өтіңіз. Төменнен жоғары қарай өтіп, өзіңізді айналдырып өтіңіз. Айналып қараңыз өзіңізге, артыңыздан қараңыз, алдыңыздан қараңыз, жаныңыздан қараңыз. Өзіңізді толық қарап шығыңызшы. Сіз қандайсыз? Шашыңызды қараңыз, көріңіз. Өзіңізді кішірейтіп қарауға да болады. Егер өзіңізді кішірейтіп қарасаңыз, онда тіпті керемет. Жарайсыз, досым, өте тамаша, сіздің қолыңыздан бәрі келуде. Сіз мықтысыз. Сіз жасап жатырсыз. Енді дәл қазір ішкі әлеміміздің бәрімен сыртқы әлемімізді қосамыз. Энергияларын бір-біріне қосып, бір адамды, яғни өзіңізді алыстан қараймыз. Ол адамға не жетпейді? Ол адам не істеп тұр? Ол адам күліп тұр ма? Ол адам мұңды ма? Ол адам қандай болып тұр? Соны сырттай бақылаймыз. Бақыладыңыз ба? Ендеше біз сізбен дәл қазір ойымызға қайтып келеміз. Достым, ойымызға қайтып келеміз. Бір нәрсе ойлап жатырық па? Жай ғана қуып шығыңызшы ойыңызды. Мүлдем оны ойламаңыз. Егер де сізді ой басқарып кетіп бара жатырған жағдайда, бір Аллаға тапсырыңыз. Немесе досым, терең тыныс алып, деміңізді бақылаңызшы. Дәл қазір сіз жалғыз өзіңіз қаласыз. Менің даусым қазір жоғалып кетеді. Оған дейін сіз терең тыныс алып, мұрныңыз арқылы терең тыныс алып, тынысыңызды жібересіз. Ойлар болса, тынысыңызға бағыттайсыз, және тыныс алғанда ішіңізді кеңейтіп, тыныс алғанда ішіңізді артына қарата тартасыз. Дәл осылай қайталаңыз. Жарайды ма? Тек қана мұрынмен тыныс алып, тынысты мұрынмен жібересіз. Қиын емес қой, сіз үшін бұл оңай болу керек. Ойыңызды қалдырып кетесіз. Егер тағы да ойыңыз болып жатырған жағдайда, тынысыңызды жай ғана бақылайсыз. Енді дәл қазір тыныс арқылы жұмыс жасаңыз. Жарайды ма? Мен сізге сенемін. Тек қана тыныс арқылы жұмыс жасаңыз.
Терең тыныс аламыз. Тынысты мұрынмен жібереміз. Тыныс алғанда ішімізді толтырамыз. Тынысты жібергенде ішімізді босатамыз. Қайтып. Жарайсыз. Енді дәл осылай 7 рет жасаймыз. Жасап болдыңыздар деп ойлаймын. Бұл медитация сіздерге көмектесті деген үміттемін және мен оған сенемін. Рахмет, сіздерге көп сәттілік тілеймін.